Ай логика интеллектуалдық сайысына қош келдіңіздер, құрметті жиналған қауым ұстаздар және білім алушылар. Қош келдіңіздер. Мен мынандай сұрақ қойайын деп тұрмын. Логика деген қалай түсінесіздер? Ойландыру. Адам миы неше бөлімнен тұрады? Екі бөлімнен. Қандай? Левый полушария мен правый полушария. Адам он ақайға көп істесе, сол жағы дамиды. Сол ақайлар 10 жағын дамытады. Олар логика жағы дамиды деген сияқты. Меніңше екі қолдың ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын осы жерде. Бұл жерде әр адамның өзінің талғамы болады. Вкус дей ма? Қызығушылығы. Хобби бар ма бәрінде? Бар. Әркімнің өзінің бойында жатқан логический қабілеті бар және творческий қабілеті бар, яғни шығармашылық. Сәмендер мысалы, ән жағынан мықты да, білімге келгенде құлдырайды. Сол үшін ондай екі полушария бәрімізде бар, тек қана оны пайызını көбейту керек. Қолдану жағын жаттығу жасау керек. Сол сөзді кім айтқан? Альберт Эйнштейн айтқан. Сол сізге рахмет айтамыз. Бүгінгі сайыста қатысушы топтар өздерінің озық ойларын, логикалық ойлау қабілеттерін, өздерінің тапқырлығын, алғырлығын, білімін, жан-жақтылығын көрсетеді. Ең алдымен осы сайыста төрелік етіп отырған Әділқадыр алқасымен танысып алайық. Қошеметтер. Директор оқушы жөніндегі орынбасары Сейтжан Айнагүл Қошыбаевна. Колледж әртістері Айгүл Орамовна. Колледж психологы Марал Бегалова. Қошеметтер. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сайыста 100 жүйрік мыңнан тұлпар болып, сыннан тұзы соғылып шыққан колледжіміздің бетке тұтар колледж білім алушылары қатысып отыр. Сайысқа қатысып отырған топтар бізде бірлік тобы және бүркіт тобы. Осы топтарға капитандарға сөз кезегін беріп, топтарын таныстырып өтетін бірінші бірлік тобы. Сәл өзіңіз. Біздің топтың аты бірлік. Біздің топта Ахматов Жауақов, мен Сағын жалғаспай тұрар, Ашым белді Асемай. Екінші топ бізде таныстырып қойыңыз топтар. Біздің топтың аты Бүркіт, оның қатысушылары Бақыт, Дина, Ерболат және Милат. Біздің ұран бүркіттей алға самға, қалма, арқасын самбау. Енді біз қатысушылармен танысып алдық. Бұл жерде бірінші команда, екінші команда бөліп алайық. Солифа ойнаймыз ба? Ортаға шығыңдар. Кім бірінші команда, кім екінші команда болды. Өзім барайыншы. Иә. Үшке ма бірге? Бір раз ба? Бірінші команда. Солифа ойнаймыз. Бірінші команда кім болады? Кім жеңіс? Бүркіт тобы бірінші команда болады. Бірлік тобы екінші команда. Не үшін бөлген себебін айтайын. Қазір беретін тапсырмалар екі топқа екі түрлі. Түсінікті ма? Біреу осы сайыста, біреу артта қалады. Ренжімей тараса, озбағандар жарады. Жарыс заңы ежелден жеңімпазды анықтау. Озат болу шарты сол еңбектерін жалықпау дейді. Бүгінгі сайысымыз 5 кезеңнен тұрады. Логика сайысының турлары негізі 6, біреу нелер үшін? Көрермендерге арналған кезең. Бірінші бізде принцип сұрақтар. Екінші ақылды табиғат, үшінші тығырық, төртінші не ортақ, бесінші тапқыр көрермен деген бізде көрермендеріміз кезең. Ең соңғысы суреттер сөйле деген кезең болып завершающий, яғни қорытынды кезең болады. Әділқаздар сіздерге өтініш, қазір сұрақтар болыңыздар, жауаптар неге белгі ұстаңыздар, кестесі бар өзім. Сол жерде несі жазып бересіздер, қандай ұпайлар қойылады. Мен болсын жалғастырайын. Компьютер сенің көмекшің, қаламың әр қағазың. Керек емес деместің, аздаған
болса хабар. Сонымен бірінші кезең бізде білесіз сұрақтар. Білесіз сұрақтарын қазір түсіндіріп өтейін не екендігін. Бері қараймыз. Суретті немен салып? Қаламмен. Мышка не үшін? Сурет басқару үшін. Сонда тез сұрақтар болып, тез жауап берген. Әр сұрақтың жауабына дұрыс қалуына 5 ұпайдан беріледі. Бірінші командамызда Бержан, Бүркіт тобы, екінші команда Бірлік тобы. Бұл жерге қазір экранда шықпайды, мен бірінші оқып беремін. Бүркіт тобы дайынбыз ба? Мұқият тыңдаймыз. Егер есіңе қалса айтыңдар, есіңе қалып. Бірінші сұрақ. Темекінің құрамына кіретін улы зат. Негатив. Дұрыс. Келесі. Заттың сұйық күйден газ күйіне өтуі. Заттың сұйық күйден газ күйіне өтуі. Ерген кезде өтемін. Бұл. Молодец. Дұрыс. Үшінші сұрақ. Жердің кішірейтілген бейнесі. Макетті Жауап бар ма? Глобус. Дұрыс. Келесі. Интернетке сымсыз байланыстыру технологиясы қалай аталады? Интернетке сымсыз байланыстыру. Дұрыс. Өсімдік неден көбейеді? Өсімдік неден көбейеді? Кестес? Дәннен көбейеді, дәнектен. Дұрыс па жауап? Ұрық. Ұрық, дәнек ұрық. Бұл жерде тұқымнан деген қабылдаймыз. Тұқым деген сақал болса, дәнек. Алтыншы сұрақ. Жердегі ең қатты табиғи зат қандай? Тас. Жердегі ең қатты табиғи зат қалай аталады? Ойланып, кестес. Сразу жауап бермеңдер, шамалы ойланыңдар. Жердегі ең қатты табиғи зат қандай? Екінші топ. Алмаз. Молодец. Мен айттым. Әлемдегі ең ұзын өзен. Әлемдегі ең ұзын өзен. Қолдан көтермей жауап бергенде. Сегізінші. Алыстан түнде қатты байқалатын түс қайсы? Алыстан түнде қатты байқалатын түс қайсы? Ойланыңдар, асықпай. Алыстан байқалатын. Алыстан түнде қара түс дейді. Алыстан түнде қатты тез байқалатын түс қайсы? Жауап бар ма? Түс, цвет. Жауап бар ма? Біреуін ойлайын. Жоқ, жауап дұрыс емес. Қызыл. Мен қызылды айтайын деп тұрған. Аспанда бірінші не көріп түнде? Шпарақында. Түнде шпарақында не көріп? Самолеттің цвет қандай? Қызыл. Не үшін самолеттің қызыл цвет бар? Көріну үшін. Байқау үшін. Алыстан екі самолет түнде бір-бірін соғыспау үшін. Түсінікті ма? Келесі сұрақ. 9. Бөлмеде қандай градустағы ауа ауыр болады? Бөлмедегі қандай градустағы ауа ауыр болады? Қандай ауа деймін? Қандай градустағы ауа? Қайсы ауа? Жауап бар ма? Молодец. Суық ауа. Терезені бірінші ашқанда суық қай жерге түседі? Қыстың күні терезені ашамыз. Суық қай жерге байқалып бірінші? Суық ауа. Бөлмеде ең суық жер қай жер? Пол. Потолок ыстық, бәрі потолокқа кетеді. Естеріңде болсын нәрсе. Сенбесіңдер, үйге барып батарея ұстап қойыңдар. Батарея не үшін қай жер? Терезенің түбіне қояды? Сол астындағы нені температура. Түсінікті ма сұрақ? Қатты түрдегі су. Қатты түрдегі су. Мұз. Бірінші топқа беріп негізі. Бірінші топқа беріп. Бірінші топқа қойылады. Асықпаймыз. Дұрыс. 10 сұраққа жауаптар беріліп жатыр. Қошеметтеп қоямыз бірінші топқа. Сұрақтар қиын ба? Шамалы ойланып жатырмыз. Келесі сұрақта бізде екінші команда. Музыка шамы жай қоямыз. Жауап бере алмаған жағдайда ғана жауап. Екінші команда дайынбыз ба? Ойланып жауап береміз, асықпай. Келісіп. Екі адамның жауаптар екі түрлі болмасын. Бұл түйілген, сырылған файл қалай аталады? Бұл түйілген.
ойы түйілген, сығылған файл қалай аталады? Информатика пәні. Жауап бар ма? Екінші команда жауап бар ма? Екінші команда. Жауап жоқ. Файл. Ойы түйілген, сығылған файл қалай аталады? Информатика пәні. Бірінші команда. Файлдың түрі. Көк деген. Архив. Дұрыс, жауап дұрыс. Бірінші команда файл болды. Екінші сұрақ. Металл атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын заттар. Металл атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын заттар. Қалай аталады? Ау? Айта бер, жауап айтсын. Металл атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын заттар. Химия пәні. Бірінші команда. Ау? Мыс? Жоқ. Ау? Жоқ. Жауап жоқ, екі топта да тұздар. Тұз. Айттым ба? Химия пәні. Үшінші сұрақ. Компьютердегі бағдарламаны басқаратын манипулятор қалай аталады? Информатика пәні. Компьютердегі бағдарламаны басқаратын манипулятор қалай аталады? Дұрыс. Төртінші сұрақ. Өшірілген файлдар қай папкада сақталады? Жоқ. Қатысасына? Себет. Келесі сұрақ. Сағат тәулігіне неше рет тік бұрыш жасайды? Сағат тәулігіне неше рет тік бұрыш жасайды? Балады. Келесі сұрақ. Ақпараттарды зерттейтін ғылым қалай аталады? Ақпараттарды зерттейтін ғылым қалай аталады? Ойланады. Естес. Не дедіңіз аға, қайталап жүрсің? Ақпараттарды зерттейтін ғылым қалай аталады? Дұрыс жауап. Ақылдасың адамдармен. Шарқылай білме. Топтар не үшін құрастырылады? Айтыңдаршы. Келесі. Жабық көзбен нені көруге болмайды? Жабық көзбен нені көруге болады? Жабық көзбен нені көруге болады? Түсті дейді. Жабық көзбен ұйықтаған кезде көретін нәрсе. Сегізінші сұрақ. Қандай түс цвет бірінші болып көзге түседі? Мен айтып қоймын. Ойлансын шамалы. Қара. Шамалы ойлансаңыз, мен не үшін берген ғой? Қандай түс бірінші болып көзге түседі? Сары. Көз көрмейтін еді. Сары түс. Дұрыс жауап. Сары түс. Тоғызыншы сұрақ. Жер тартылысы қалай аталады? Жер тартылысы қалай аталады? Жердегі тартылыс. Физика пәні. Қарапайым сұрақ. Жердегі тартылыс қалай аталады? Бірінші команда. Тартатын не ол тартатын не ол? Құйын? Бір жауап айтыңыз. Ұйық. Магнетизм дұрыс. Магнетизм деген сөзден келіп шыққан. Біз жердің бетінде қалай жүреміз? Магнетизм деп аталады ол физика пәні. Егер тартылыс күші болмаса, біз жүретін күш ғарыш космос десек. Соңғы сұрақ. Су неше градуста қайнайды? Тез. Дұрыс. Су 100 градуста қайнайды. Қошеметтеріңіз екінші команда. Жас достарымыз, мұны айтпаймын несіне. Информатиканы құрметтеу менің есімде. Қазақ, орыс, ағылшын тілін білсеңіз, перне таста шәкірттің саған несі бер. Дей келе келесі кезеңде тілдер логист сұрақтарын игереміз. Яғни табиғаттың тілі. Музыканы осы жерде тоқтатып тұрамыз. Кедергі жасайды. Ақылды табиғат. Жаңа сайыстың алдында сұрақтар қойдым, иә? Адам жоғалту. Табиғатта не көп? Құбылыстар көп. Табиғи құбылыстар.
ғажайып деп айтсақ болады ма? Иә. Сондай ғажайып сұрақтар келеді қазір сіз кездеседі. Соған жауап береміз. Табиғаттан алған сұрақтар. Ақылды табиғат турында білім алушыларға экран арқылы табиғаттың қаншалықты ақылды екендігі көрсетіледі. Суретте көрсетілген белгілі бір құбылысты білім тілімен дәлелдеу керек. Әр табылған суретке 20 ұпайдан беріледі. Сурет көрсетіледі, соны дәлелдеу керек. Bizden bahsediyor ya. Бізде бірінші команда ақылды табиғат. Сұрақ. Құстар не үшін үшбұрышты формада ұшады? Bir-birine Айыз, тырналар дегендей. Ақылдасаңыз уақыт беріледі. 2 минут, 1 минут, 2 минут. TikTok'tan koyuyor. Екінші команда дайындалу берсін. Ақылдасаңыз. Yok, birevi düzeltiyorlar. Birevi düzeltiyorlar. Үшбұрыштар не үшін? Құстар не үшін үшбұрыш формада ұшады? Отырған балалар, сендер де ойланды. Қасқасыден өздері ойлансын. Екі топ өздері ойлансын. Formasını bu var. Katanın tavuğu. O Türkiye Ben TikTok'tan koyuyorum. Basma diye. Уақыт шектеулі, ұмытпаймыз. Жауап бар ма? Айтып көректен жер. Жауап дайын ба? Bir adam cevap versin. Bir adam cevap versin. Ne yapıyorsun? Айтып айтшы. Жерге қарсы. Түсіндіріп айтамын. Толығырақ беремін. Ерболат айтсашы. Орнымызда тұрамыз. Философиян. Орнымызда тұрамыз. Жерге қарсы. Маған сұрақ қойма, сен түсіндір. Арам мынандай ғой. Иә. Құстар не үшін үшбұрыш формада ұшады? Өйткені бір-бірін жоғалтып алмас үшін үшбұрышқа қалпында ұшатын жаңа біріншісі басшы болғандықтан. Жар деп айтпаймыз. Нақты сол командирдің артынан ұшады. Жерге Сенге ойың адасып қалмас. қосар ма? Екінші команда. Егерде топ ұзатын болса қандай ғой? Өзінің несі болады? Командасы несі болады? Сәбит айтам дейді. Орнымызда тұрамыз. Оның үшбұрыш сіздің секілді бір-біріне көмегі бар. Қандай Қандай? көмегі бар? Түсіндіріп айтамыз. Түсіндіріп айтқанда. Қазір ұшқанда Bir-birine бір-бірлеріне Лидеуіне қарап отыр. Көрермендер ешат демейміз. Қазір сендер кезектер болады. Жауап бар ма? Сұрақ айта қойшы. Oldu mu? қандай ғой? Өзінің мысалы тұнжақ ашатын кезде бұлар өзі ақылдасады да. Өз команда капитаны болады осындай. Bir-birinden ақпарат алмас үшін жерге қараса өзі командасын капитан артынан ұшады. Екі топтың жауабы бірдей болып тұр. Жерге қарсы деп тұрсыңдар, солай ма? Қазір жауабын айта берейін ба? Ayta versin. Енді тыңдаймыз. Көптеген құстар оңтүстікке жылы жерлерге ұшады. Білеміз ау? Суықтан қашады. Ұшу кезінде олар топ болып жиналып, сына арқылы тартылады. Бұл ауаның кедергісін жеңілдетеді. Сонымен қатар тыңдап алайық. Сонымен қатар дабыл беру үшін сұңқар немесе сұңқар сияқты жыртқыштар байқайды. Егер құстар бір-біріне жақын ұшса, ауа толқындары арқылы құсты итереді. ағай мен соны жеткізе алмадым. Сондықтан тырналар ұшқан кезде ұшуына ауа толқындары кедергі келтірмес үшін текшек жасап, яғни мынандай үшбұрыш форма жасап алады. Үшбұрыш сынды фигура осындай пайда болады дейді. Үшбұрыштың ең басында мықтысы ұшады. Ең шетіндегі белгісі уақыттан кейін шаршаса ауысып отырады. Ya. Жауап түсінікті ма? Ya ben bilем ауысып отыратын өтсе бетті. пайдалы Ең бірінші мықты болады. Олар стай болып ұшады ғой. Ұшқа жиналып. Сөйтіп ауысып отырады. Ең соңында ұшып баратқан ол ең кішкентай жасы төмен болады.
балапан сияқты. Қиналмашы. Бұл бірінші ұшып баратын кезде ауаны жарып өтеді ғой. Ауандарына ауа жеңіл келіп ұшу барысында. Ең соңынан сынып жаңағыдай күші жоқ, ең кішкентай ұшып баратын кезде ол беймал ұшып кетеді. Қиналмайды. Спортты көретіндер бар ма араларында? Велоспорт. Байқайсың ба? Сол көресің бе қалай? Жолға кетіп баратын кезде. Жоқ, анау енді Біреудің артында бәрі көрінер ме? Осы табиғаттан алынған технология бар. Қошемет береді. Бірінші команда. Міне апай. Міне. Бірінші командаға. Дүниедегі өркеш не үшін қажет? Сразу жауап бермейміз. Ойланамыз. Бірінші команда. Дүниедегі өркеш не үшін керек? Ойланамыз шамалы. Қате жауап берсіңдер, саналы қатесті. Асықпаймыз. Шамалы ойланамыз. Ең оңай осы-ау дедім мен. Қазір жауабын көрейік. Сәбит білесің сен. Ойла жам. Яттап болады. Бірінші команда жауап дайын болса айтамыз. Уақыт 1 минут, 2 минут. Регламент. Бізге берілді ғой. Жауап береміз, сендер айтасың. Иә. Бірінші команда жауап бермесін, екінші команда жауап береді. Сендерге не? Жауап дайын ба? Түйенің өркешінде мысалға түйе бір жыл үшін жиналады ғой. Бір жыл емес. Дұрыстап айтамыз. Қой, Асықпа. Ұзақ су ішпей жүре алады. Иә, ол су ішкен кезде арқасында өркешіне яғни ол күш қуат беріп арқасында жиналып тұрады. Не жиналып? Дұрыстап ойланамыз. Асықпаймыз. Күш қуаты жиналып тұрады да, сол су ішкеннен кейін біраз ұзақ уақыттан сол Түйенің етін жегесіңдер ма? Иә. Өркешін жеп көргесіңдер Иә. ма? Не ол? Өркеш не? Ет бал, не ол? Май. Жарайм. Не үшін Май май сияқты қатты болады. Май жұмсақ. Неме қондай? Май, мантыгы салып ішіне қашы. бір жерде қателес. Саналы ма жауап? Енді жоба келіп тұр ғой. Су жиналады деп айтты. Негізі су емес, май жиналады. Соңына май деп айтты ғой. Жауап саналы. Айтып Сендер қойды варианттан болды. бар. Болды ғой. Айтып қойдың ғой. Келесі. Қазір сендерге сұрақтар дайындар. Асықпаңдар. Келесі бірінші командаға келесі сұрақ. Тыңдаймыз, мұқият. Қарға жаңалықты қалай жарады? Оны білеміз ғой бәріміз. Қалай жарады? Ойланамыз, асықпаймыз. Ойланамыз. 1 минут уақыт. Негізі насылға берді көреген сұрақтың беріп қойды. Жоқ, қатармен Екінші команда несі бар? Бір командасы. Иә, бірақ жауап береміз, екінші команда жауап бере салады, бірінші команда. Қарға жаңалықты қалай жарады? Мен айтайын. Асықпаймыз. Асықпай ойла. Ойлансың шамалы. Асықпаймыз. Бәріміз де айта аламыз. Мен мына жер суретте, мына суретке қарасаңдар, барлық толық көрсетілген осы суретте. Живой пример, шынайылықта көрсетілген. Барлық элементтер қолданылады. Машинаның дөңгелегінің астына қойып кететіндер жаңа. Бастары істейді олар. Жоқ, жер Ол түсіндіріп берейін. Мысалы, олар қарғалардың миы ерекше істейді да, жаңғақты жаруды способтан біледі, не биіктіктен лақтырады, или машинаның дөңгелегінің астына қойып кетеді, біледі. Жолға қойып кетеді. Иә, жолға қойып кетеді. Жауап өте дұрыс. Керемет. Қошемет береміз. Әлемде ең ақылды құс қайсы? Қарға. Қарға негізінен бар ғой. Қарға неше жыл өмір сүреді? Асықпаймыз. Неше жыл өмір сүреді? 500. Жоқ, 2 жыл өмір сүреді. 200 жыл. 200 жыл. Иә, өтірік емес. Сонымен маған Юлаттың жауап берген болады. Шынымен олар дәл солай істейді. Олар тұмсығымен жарамайды, бірақ соны сындырды, амалын тапқан. Тасқа тастайды. Даже оған сынбаса, жолдың бойында тұрады да, машина күтіп отырады, баламасы тасқа жереді. Иә, TikTok-тан көргем сөйтіп жаңғақ жарады. TikTok-тың пайдасы ипті ғой. Қошемет беремін. Келесі сұрақ бізде. Түйе құс білеміз ба, не екен? Түйе құс не үшін басын жер астына жасырады? Ойланамыз. Асықпаймыз.
Birinci to'p emas. Birinchi пока birinchi komanda. Tuyoq ishni basın jirasi jastiradi. O yerda har xil variantlar bor. Bu variantlarni aytishimdir bu. Har xil variantlar bor. Barakda bir Ondan iyi olmayı ekan. Ondan bilmiyorum. Bölümünde meşat verimiz. Hiç top cevap veremezse aytasın. Aynı oturumda eğer cevap veremezse aytasın. Oydan alırız. Oydan alırız. Top neşin bir oydan alırız. Sayvet alırız. Muzika pop koyarız. Tamam. Cevap kayın var. Birinci komanda. Bak. Cevap var mı? Birincisiga kun issiq bo'lgan кезде jerning asti salqin bo'ladi-da. Ba'zida salqinda turishni ba'zida turadicha. Kelesi ikinci variant. Ikkinchi variantim tig'ib qolma maqsadida. Tig'ib qolma maqsadida. Ana Sağda variantda var mı? Üçüncü jolga dedi. Tamam. Tamam. Qo'samiz. Javob sağda var mı? kundan issiqdan Trauslar qay yerda umr sürdü? Trauslar qay yerda umr sürdü? Qanday yerda? Bizim Chimkentda o'zi mi? Yo'q, Afrikada mı? Yer o'ldi. Ha, issiq yerda suytib issiqdaganlikdan emas deydi. Necha variant aytdik? 3 variant. Hadi qazlar. Qaz qazlaymiz mı? Qazlanadi. Men hozir ochib aytayın. Ha, qalqishim bor. Shundaymiz. Javob bo'lay. Жағдайды бақылау және жасыру дейді. Қауіпті болдырмау және қоршаған ортаны бағалау үшін дейді. Қауіпті болу. Түйеқұстар басын жерге түсіріп, дыбыстық дербелестерді мұқият тыңдай алады дейді. Алыстан бір не келе жатқанын тыңдау үшін. Жұмыртқаны инкубациялау кезінде камуфляж жасау үшін жұмыртқаны қайда көмеді? Жердің астында. Келесі, қауіп төнген кезде құстар бастарын жерге түсіреді дейді. Бұл оларда көрінбейтін етеді дейді. Иә. Тамақ іздеген кезде жердің астына неленіз дейді? Азық түлік іздеп, құстар ұзақ уақыт бойы бастарын жерге түсіріп тұруға мәжбүр етеді дейді. Қошеметтеріңіз. Соңғы сұрақ. Үйректер не үшін суға батпайды? Өйткені Asıklayınız. Asıklayınız. Gerisi var. Yürekten yaşa suğa batma. O yüzden o yüzden Aslında bir de bir şey yani arkasında Көрермендерге сұрақтар қызық па? Мектептегі сұрақтар кездесіп жатыр ма? Ұмытып қалдық па, әлде білмейміз ба? Қалдық қозғал. Жауап дайын ба? Бірінші команда. Жауап бар ма? Өздерінің аяқтары. Жауап бар ма? Неге аяқ? О жерде аяғымен жүзеді ғой? сіз айтып негізі сұрағы ғой жүзіп болғаннан кейін бір жерде Топ не үшін керек? Ойлану үшін көректе. негізі құстардың ешқайсысы суға батпайды ғой. Ойланамыз. Екінші команда жауап бар ма? Ойланамыз. Денесімен дізетін шығар. Бүкіл құс денесімен. Еші батпайды деп жатырсыз. Еші батпайды. Қалай? Жүзу Неге жайын батып кетпейді ғой суға? Біз батып кетеміз адамдар. Олар қанаттар болады. Көрермен. Жеңіл болғаннан кейін батпайды ғой. Жауап бар ма? Қанаттары болған. Жауап бар ма? Bir adam yine cevap versin. Дина, сен айт. Қанаттары болған. Қанаттары болған. Yürek olsun, yani kaz var, masalar var. Suda ömür sürdüğün kuşlar. Ne için? Suğa batmaydı. Kanadı.
Kanatlı diye bir narsa var mı? İçinde ne şar kılıp koygan mı? Niye var onun içinde? Жүн бар ғой, жүн. Мәселе Қауырсын. Мәселе қанатты. Неге олар батып кетті? Қауырсындар жеңін содан соңы. Тағы ойнамыз. Дұрыс варианттарды болады. Аяқтары, ана аяқтар неме ғой? Отырамын. Аяқтары адам түзетін неме киіп алады ғой сол самайда. Аяқтарын қатысы жоқ бізге. Аяқтың астында жүреді. Не істейміз? Оған қабаттар бар астында. Жартылай бар ғой тағы да. Ойларың бар. Қоссаңдар болады. Қоссаңдар болады. Оны айтып Қауырсын жеңіл болғаннан кейін тағы да Құстарды қолдарына ұстап көресің? Құстарды қолдарына ұстаңыз. Жүндері бар ғой. Жауап бар ма? Екінші команда жауап бар дейді. Айтамын. Терісінен су өтпейді. Терісінен ба? Терісінен су өтпейді. Терісінен ба? Қауырсыннан ба? Терісінен ба? Қауырсыннан дегісі келген ғой. Бәріміздің терімізде су olur. Ойланамыз. Мысалы, қайықты су көтеріс күшімен көтереді ғой. Ана тесіп қалғанда су өтіп кеткенде батады ғой. Гипотеза. Иә, су өтіп. аға біз айтып Сондай әдіспен батпайтын. батпайды. Болды ма? Болмайды да ол. аға мен айтып Ол көрейінші. жерде технологияны басқаша қылып айтып отыр. Иә, басқа шамал басқаша қылып айтып жатыр, бірақ енді принципе Басқа қоймайша. принципе, қағидасы. Бар, ана қауырсындарынан неме Май болады ғой, қауырсында май болады ғой. Мен жауабымды айтайын да. Майлы болады ғой. Үжеп бермейміз. Үш қабылдап қойған жоқсыз ба? Мен жауабымды айтайын. май болады, қауырсыны су өтпейді. Тыныш қал да. Бүйректің тегістелген денесі бар. Ол қайық сияқты су бетіне оңай жүзуге мүмкіндік береді. Денесі жалпауы. Сол денесін айтайын ба? Ал оның сүйектері қуыс және жеңіл. Құстардың майлы сұйықпен жабылған су өткізбейтін қауырсындары бар. Сондықтан бүйрек суық су қоймасында жүзіп, күзгі маусымға төзімді болады. Бүйрек денесінің құрылымы қауырсындар су өткізбейтін тосқауыл ретінде әрекет етеді. Қарапайым тілмен айтқанда, олар судың өтуіне және сіңіп кетуіне жол бермейді дейді. Жауап түсінікті ме? Биология пәні естеріңізсіңдер. Қошеметтеріңіз. Апай алып қала. Қазір қайсы еседі ол? Қайықты не үшін анау? Ерек yapsın diye. Aslı değil. Ол бірінші команда өтті. Енді екінші команда көрсек. Дайынсыздар ма екінші команда? Екінші команда сұрақ. Мысықта не үшін тоғыз өмірі бар деп атайды? Ойланамыз. Ойлануға уақыт берді. Асықпай. Бірінші командада дайындала келдер. Ойланып көрді. Ол шын нәрсе, өмірде бар нәрсе. Соған өлең тілімен түсіндіріп жеткізу керек. Жауабы. Мысықта не үшін тоғыз өмірі бар деп атайды? Асықпай. Жауап дайын ба? Дайын ба? Тұрады жауап дайын ба? Мысалы, мысықтың Жай. Асықпай. Қанша тырнақтарсаң өзінің тырнақтары болып, тырнақтары өткір. Қыстап қалады да, сол себептен олай өшесін тепендеген ұстап, не қылады, өзін қарайды. Тұрады, бер қарайды. Не көріп тұрсың? Соны рет-ретіне түсіндіріп берші. Жағады. Жоқ, бірінші сурет мынау. Біріншісі ма? Жоқ, ал суретке қарады, ол şey жауап қарма. Бірінші түске топқанда реттеліп жатыр ғой. Ана бірінші реттелу, ана екінші реттелу, ана үшінші реттелу. Ең соңында Солай түсіп жатыр ол неге. Аяқпен. естіледі, ең соңында. Мысалға айтқанда, любой вариантта қашан. Енді неге бұлай аталады? Тоғыз өмірі бар деп. Көп құласа да неғымайды өлмейді ғой. Ол жалпы былай қарағанда аңыз сияқты, бірақ сіздер айтып жатқан жауап дұрыс, өте дұрыс. Астында неме бар ше, батып. Бір рет эксперимент істеген бір мысықты 36 метрден астына жерге. Осы әдіспен олар мысық жерге қонған. Тек бір тісі бар асында. Мысықтың аға немесі аяғы бар ғой, жұмсақ немелер бар аяғы. Мысықтың әлемде ең ловкий
жағы бар, ол мысық деп саналады. Иә. Ең ловкий, хитрый емес, Ең ловкий. жылдам. Любой озол лақтырып, обязательно өзің Сөз аяқпен есің. Ол үшін мысық не болады? Өзіңі болады. Жан-жан. Қошеметтен жауап тұр. Келесі сұрақ. Хамелеон деген білеміз бе? Сұрақ былай. Хамелеон не үшін денесін? Хамелеон не үшін денесінің түсін өзгертеді? Асықпаймыз. Ақылдасай, ақылдасай. Сәбит айтатын шығар бұл Шақпылай жүреді. Не үшін? Жауап дайын. Неге ол ғана жауап бере береді? Оқығанда қауіп кетіп отыр. өзінің жауынан қорғану үшін аңды аулау үшін любой түске өзгереді. Тығылу үшін Кім деді ол? жауына Акым жауап. оның жауына жоқ өзінің жауына Жауап қабылдаймыз ба? Жауап дұрыс өз негізі. Хамелеон бірнеше фактордан, бірнеше себептермен өзін түсін өзгертеді. Мен осы хамелеонның иесіне таңғаламын. Табиғи құбылысына Алла берген бір несіне қасиетіне. Керемет қой ол. Не сияқты, невидимка сияқты ғой. Любой жер лақтырып жеп, сол жер түсетін қабылдап алады да, ешкімге білінбей, көрмей, ғылып отырады. Адамдардың арасында бар ондай десе хамелеон. Ондай адамдар да бар. Ол жерде жоқ шығар ол. Көрмей, что-то ана жерде көрінбей жатыр. Қызыл скамейкамен келіп, неғып кеткен, құйылып кеткен. Жарайды, келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Су тастары қалай өседі? Ол жағын тас. Тас өсетініне сенеміз бе? Тастың жаны бар ма? Тастың жаны бар ма? Тастың жаны жоқ, бірақ өседі олар. Неге онда өзеңде тастың түрлері әртүрлі, размерлері, көлемдері? Неге өзеңде суда тастары, көлемдері әртүрлі болып кездеседі? Тез шыққан құралану. Ойдан жауап бар ма? Жауап беруге дайын екен, екінші команда. Әр тастың өзінің өсу уақыты Қалай өседі, не үшін өседі ол? Ол жерде несі дәлелі қандай? қиыршықтар жиналады ғой пайдалы сақтар жиналады. Не ол? Су жинала ма? судың астында жатқан өседі ол. Қиыршығыз, мысалы үшін қас иә, судың астында жатыр. Осы бір недерден көлемі үлкен, не үшін үлкен? Қалай өседі демеш, қалай өркеді? Бір тас судың астында жатыр, көп тас болмай қойсын, бір тас жатыр. Осы өседі, не үшін өседі, қалай өседі, қандай құбылыс арқылы өседі. Құбылыс ол. Байқасаңдар, ол тас тек қана судың астында өседі. Басқа жерде тас өспейді. Тұрар жас бастап береді. Аяғына жеткізе алмайды. Келісіңдерші топпен. Бірінші команда дайын ба? Ана судың су неме ғой сынқалады ол. Сынқалып, не сынқалып? Суды өзіне қамтып алатын да бірін тартып алып. Окей, келісіңдер. Бұл жерде бір ғана фактор емес, әсер ететін нелер көп фактор. Қалай өседі? Біздің вариант болмай ма? Айтса? Жоқ. Білсіңдер, екі топты жауап жоқ болса айтасыңдар. Бұл жерде ғылыми түрде дәлелдеу керек та, кәдімгі биология кәдімгі. Ана жасыл емес, тастың бетіндегі. Басқа жерде өспейді. Экран жасыл, негізі тастардың түстері Не әртүрлі. үшін суда? Суда тастар әртүрлі болады. Витаминде. Витамин, суда витамин болады.
Болды ау деймін, айтайықшы, ішіме сыймай А, бар. болды ау деймін. Ол жерде география пәнінде, биология пәнінде әсер несі негізі бар. Судың құрамында Екі топта жауап жоқ па? Әділ қазы жауап не істейміз? Жауап қабылдана ма? Әділ қазы бар. Жауап жоқ қой енді. Екінші команда жауап қабылдана ма? Сендерде бар ма айтады? Екінші команда жауап қабылдана ма? Екі топта да жауап жоқ. Залдан жауап бар ма? Менің ойымша да судың астында болады, тас судың астында ғана өседі деп отыр да. Кішкентай тас судың астында дәу болып көрінеді ғой. Да. Сол деп отырмын енді. Жауап жоқ қой. 5 сантиметр тас судырғызда жатыр қаншама уақытта, мысалы 6 сантиметр, 7 сантиметр болады. Не үшін дейді? Су керіп жүреді. Қысым. Не үшін Қысым. Жауап жоқ. Мен жауабын айтып беремін. Жауап тыңдаймыз. Ғалымдар тастардың өсуіне түсініктеме тапты. Олардың қабығының астындағы әртүрлі минералды тұздардың көп болуына байланысты тастар мөлшері әртүрлі минералды тастар мөлшері ұлғаяды. Су жүзіп жатқан кезде таудың бетіндегі тау су қайдан келеді? Таудан жүзіп ағып жатқан кезде әртүрлі минералдар мен тұздарды бірге алып келген кезде бір тасқа, екінші тасқа, үшінші тасқа барып жақсы қала береді. Минерал мен Жемейсің ба? Тастың асты аппақ болып тұратын еді ғой. Оның есебінен тастар гладкий болады да, тас сияқты өсе береді. Жауап түсінікті ма? Жауап түсінікті ма? Қошеметтеріңіз онда. Ең бір қызық нәрсе екен ба? Менің қызым 4-ші класста оқиды. Осындай сұрақтарға жауап айтып отырады. Ол пәннің аты? Жаратылыстану. Иә, жаратылыстану пәні. Оқып жатқан кездері ғой енді. Келесі. Океанда су не үшін тұзды? Океанда су не үшін тұзды? Жалпы океанда ма или? Барлық океанда су тұзды. Мұхит қой, мұхит. Айбай. Кеше бір кебеді ғой сұрақ. Сұрақ түсінікті ма? Қиын сұрақ па? Оңай ғой. Ойлай бересің. Ama ойлан. Егер де мамандық бойынша сабақтарың қызық болмаса, ең болмаса осы сұраққа қызық болатын шығарсың. Іштерің түспайды. Ойланыңыз. Асықпаймыз. Ол жерде география пәнінен алынған сұрақтар. Жауап бар ма? Екінші команда жауап бар ма? Тұз қайдан? Бізге тұщы су қайдан келіп? Адамдар тұщы су қаяқтан ішеді? Пресная вода қаяқтан келіп бізге? Жердің астынан. Жердің астынан қаяқтан келеді? Жаңбыр? Жаңбыр қайдан келеді? Аспаннан неден түседі? Бұлттар. Бұлт қайдан келеді? Жерден ауаға көтеріледі ғой су. Айтып айт. Жерің. Бағана айттым ғой. Бұл аспанға ұшады. Бұл аспанға ұшады. Айналып жүреді. Оны не деп айтады? Цикл дейді. Короче, мынандай ғой. Су, сонымен жердің астынан таза су ішеміз. Фильтр ғой, жер фильтр ғой. Ана айтып жіберейінші, көрейінші айтып. Мысалы ана күн ыстықтығы бар, еще жаңбыр жауғанда жаңбырдың суы тұзды ғой, сол суға түседі да сөйтіп тұзды болып кетеді. Жоқ, ешқандай. Екінші команда. Тұрар оқыған ғой тұрар. мысалы біз шай қайнатамыз ғой. Айды бош. Дұрыс қой. Өзінің ойын айтайын да. Екінші команда жауабынан бол. Жоқ, екінші өзінің ойын ғой. Жауап па ой ма? Жауап Жауап жоқ. Қалай жоқ па? Жауап бар ма жоқ па? Жоқ. Капитан қайсы жоқ деді ғой болды. Топ болғаннан кейін бір-бірлерін тыңдап үйренсеңдерші. Мен өзім абайым айтайын Дейді? мысалы шай қайнатамыз ғой. Шай бұл барады да Жүз болмай ауаға отырыңдаршы. жаңбыр қайналады дейді. Неге бұлтқа? Мысалы бұл жаңбыр қайналады.
Соны айт. келеді де айтты ғой мен айттым ғой бірінші жерден шығады ол деп тұз жерден шығады тұзды не мұзды қалай айтсам болады ойым жинақтай алмай Мен түсіндіріп айтсам бола ма? түсіндіре алмай мен жауап емдесімен келді. Мысалы, анау су уланады ғой. Уланғанда жердегі тұздар аспанға көтеріледі. Сумен бірге. Жаңбыр жауған кезде ана Океанға құяды ма? тұщы су. Болды ма? Жауап жоқ. Тұщы су бар. Болды ма жауап? Рахмет. Енді дұрыс жауап тыңдайық. Екі командада жауап дұрыс емес. басқа жауап беретін жоқ па Залдан жауап беретіндер жоқ па? Айтам деді ғой жаңа. Жаңағы осы ғой. Фильтр. Циклды айтып ғой. Иә, соны. Жоқ, бір жазды циклды бір жазды меруерт айтам дейді. Оқып беріңдер. Балық дейді. Меруерт айтам дейді. Судың астында балық па? мұхит көп уақыт бір жерде тұрғаннан Мұхит па, океан ба? Океан. Мұхит, океан екеу. Хорошо. Ол негізінен толық дұрыс иә. Бір жерде тұрған жоқ. Оғын көрген ғой жаңа. Енді түсіндірейін, қалай. Бір жерде күннің астында тұрған. Қазір айтайын. Біз жаңа не деп сол тас қайдан келіп пайда болып тұр? негізі талма Иә. Тұздар қайдан келеді деп? Таудан. Таудан. Тау қалай пайда болған? Тастан. Қалай пайда болған тау? Бұрын. неден ғой жерден Миллиондаған жылдар бұрын. Тастардан ба? Жер жаралған кезде ағай Иә. анау жерді күші қасып жер Вулканнан пайда болған. Сол жердің беттегі тұздардың бәрі ағып өзеннің тақаға тола берген. Мұхитта. Мұхитта жердің асты өзгеріп ауысып жатыр ма? Ауысып жатыр ма? Ауыспай тұздың бәрі қаққа жиналып жатыр. Банканың түбіне жиналып жатыр ма? Яғни шелектің түбіне жиналып жатыр ма? Мұхиттың түбіне жердің астына жиналып жатыр. Ол ешқайда кетіп жатқан жоқ. Аспанға су ешқашан ұшпайды, айналайын. Аспанға тек қана ашық ұшады. Кислородпен базарда ұшады. Соны түсінді ме жауап? Меруерт, рахмет, қошемет деп қойдым. тамақ шаян Бізге береді ғой. сөйтіп ол сол кезінде қалып қойса түбі аппақ болып қалады бетіндегі су кетеді ғой Ағай, кімге береді сұрайық та дауысын. Дауыс Меруерт қаққа беремін деді. Бірінші командаға беріп соңғы. Қошемет беріңіз. Соңғы сұрақ екінші командаға. Мысықтар не үшін пырылдайды? Мен пырылдайды деген сөз дұрыс жаздым ба? Мен білем аға, мен білем. Екінші команда. Мысықтар не үшін пырылдайды? Мен білем. Жақындасыңыз, иә? Білен алыңыз. Табиғи құбылыс. Оның да бір түбінде мағынасы бар, мақсаты бар. Жауап дайын ба? Мен білем. мысалы адамның Мысықтар туралы. жоқ ақылдас не үшін мен өзім ойын айтсам Сен бар өзің ойыңды айта бермейсің. Құрпан шолыңның ойын айтса. тауға алғанда мен айтқанда адам баласы өзі тыныштық Аға, біз айтсақ бола ма? Қазір Сәбит айтады, ойланып қалады да. мен ойымды бұзып жатыр не ойлайсың сен Кеп қалды ма? Аға, кейін біз айтайықшы. адамның аяғына астына барып жатады ғой сол денсаулығы дұрыс емес екенін Жеріне барып иә сезгеннен соны пырылдайды ол содан Бұлай да ұйықтаса да пырылдайды ғой. Аға, біз айтайықшы енді, толықтырып. Бізден андайда, адам ауырғанда мысық неге пырылдайды өйткені адам емдейді сол пырылдаған дауысы адамға немесе емдейді адам. адамды сезеді ғой дұрыс Мен айттым, соны айтып қой. Екі жақта жауап бірдей негізі. Бірдей ғой. жоқ Көрермендер залдан бар ма? Жауап. именно өзі жеке Жастар. ағай өзі жеке ұйықтаған кезде Ол ұйықтағанда да пырылдайды деймін Сәбит.
Işık var mı? Tanış zalda zihnimiz bir jakta cevapты tındaydı. Көптеген білінген дыбыс үй жануарының тыныс алу мүшелерін қамтамасыз етеді. Тыныс сандыратын әсерден басқа пырылдаудың емдік қасиеттері болуы мүмкін. Үй мысықтарының өкілдері 20 герц пен 50 герц жиілікте, яғни толқын арқасында сынықтарды емдеуге ықпал ететін мысықтардың диапазонында пырылдайды дейді. Сынық жерлерді емдейді дейді. Соны пырылдау. Пырылдау мысықтардың тезірек суығуына дейді, яғни емделуіне көмектеседі. Төмен пырылдау жиілігі олардың денесіне көмектесетін бірқатар байланысты тербелістерді тудырады дейді. Сынықтар мен жараларды емдейді дейді. Бірінші фактор. Екінші, босық еттерді құру және сіңірлерді қалпына келтіру, тыныс алуды жеңілдету, ауырсынуды және ісінуді азайтады. Осы пырылдау арқылы тағы қосатын нәрсе, ол давленияны бір қалыпты ұстайды. Не үшін пырылдайды екен? Жауабы не болды? Сонымен Айтты ғой жаңа бала. Ол жерде толық айтқан жоқ. Бірақ ауырған жерді емдеу үшін барады. Тыныс несі арқылы дедіңіз бағана? Тыныс Ол жерде ұрылағанда адамның ауырған жеріне барып, ол адамды емдемейді, ол өзін емдейді. В общем, есепке де пайдасы жоқ десеңіз. Бар, бірақ шамалы. Екі топта қатайтты десеңіз. Адам дейін демейді да, Өзін емдейді. Фактор бар, өзіне қасыз фактор бар. Келесі, тыныш аламыз. Үшінші кезең, тығырық деп аталады. Өмірлерінде кездескен болса, тығырық бір ситуация бар. Енді осы ситуациядан шығып көрдік, бірге шығып көріндік. Әр топқа кездейсоқ видео көрсетіледі. Видеода логикалық сұрақтар, яғни тығырыққа апаратын сұрақтар қойылады. Тығырықтан шығу амалын табу керек. 3 минут уақыт береді. Табылған жауапқа 30 ұпай беріледі. Мен қазір видео қоямын, камера бойынша. Мұқият тыңдап көріп алайық. Бірінші топқа қойыңыз. Бірінші команда, екінші команда. Бірінші команда қойып. Мұқият қарап тыңдап аламыз. Залда тыныш сақтаймыз, жауап айтпаймыз. Негізі свет өшірсе болып. Во время посещения психиатрической лечебницы посетитель спросил у главврача: «Как вы определяете, должен ли пациент быть помещен в ваше учреждение?» «Что ж, — сказал доктор, — мы наполняем ванну, а затем даем пациенту чайную ложку, чашку и ведро и просим его опустошить ванну». «О, я понимаю, — сказал посетитель, — нормальный человек выбрал бы ведро, так как оно самое большое». Каков был ответ главврача? Тыныш жауап ашпаймыз. Жындыханаға бір адамды алып кетіп науқасты. Главврач оны тексеру керек. Бұл адам шынымен жынды ма, әлде сау адам ба? Мына тапсырма қойды. Ваннаға толтырып, су толтырып қойды. Жынды жаңа науқасқа 3 зат берді. Қасық, пиала, шелек. Науқасқа айтып тапсырма берді. Осы ваннаны тез босату керек деп. Тыныш, ол адамның бірінші әрекет не қалай дұрыс ойлайтын, қалай сол мәселені қалай шығып кету керек ойларымыз. Екі команда. Барлықтан сондай сұрақ, логический сұрақ. Қарапайым, жауабы өте қарапайым. Тыныш. Тыныш, зал. Сен қазір басқа жерге ауыстырып жіберіп, басқа берсін. Милот алдыға қарап келісеміз, топтар келісеміз. Процесс беріп отқан жоқ. Мен өзім ойланып отырмын. Барлықтан ойланып. Тыныш. Ішінде дайындалып отырмдар, егер екі топ жауап бере алса, топпен ақылы салды. Ағыза салады. Нені ағыза салады? Ана, неме, су ваннаның тесігін ағыза салады. Жауап? Екінші команда? Жоқ па? Дұрыс жауап тыңдайды.
Главврач ответил: нет, нормальный человек вытащил бы пробку. Қош емет беріңіз. Қиын сұрақ па? Келесі сұрақ. Дәл осы бірінші топқа. Басқа жеткен соң. Оңдаймыз. Номер 2. Перед вами 4 двери, но спастись вы можете только через одну из них. За первой дверью вас ждет аномально низкая температура в минус 60 градусов. Для того, чтобы выжить в этих условиях, у вас с собой ничего нет. За второй дверью несколько огромных акул. За третьей дверью ядовитый газ, один вдох которого убьет любого человека. За четвертой дверью солнце светит настолько ярко, что земля буквально горит под ногами, и человек не сможет пройти даже несколько шагов. Какую из дверей вам выбрать, чтобы спастись? Бірінші команда. Оянып. Жауап дайын ба? өйткені күндіз ғана жаннаттан түнде салқын болады. Адам түнде ғана шығып, барып өзінің өмірін сақтап Есікті ашып көреді де береді, түн болса шығып кете береді. Жауапты көрейік. Сізді күтіп тұра ма? Итак, для того, чтобы сделать правильный выбор, вам необходимо подключить логику. За четвертой дверью земля начинает гореть, так как солнце светит аномально ярко. Но, как известно, ночью солнце заходит. Так что вам просто нужно дождаться ночи и выбраться через четвертую дверь. Тимо в коммент. Келесі соңғы видео сұрақ. Оңдай шығарамын. Үш видео сұрақ. Далее. Номер 4. Мұқият тыңдаймыз. Представьте, что в семье 5 сестер, и в данный момент каждая из них занята делом. Первая читает книгу, вторая играет в шахматы, третья готовит еду, а четвертая стирает. Чем же занимается пятая сестра? Сұрақ түсінікті ма? Отбасында 5 қыз бар. Біріншісі кітап оқып жатыр, екінші шахмат ойнап жатыр, үшіншісі ыдыс аяқ жуып жатыр, төртіншісі кір жуып жатыр, бесіншісі не істеп жатыр? Анасы емес. Анасы, қызы 5 қыз, қызы 5 қыз. Отбасында. Ана видеоны сәл алып қойып қайтамын қосып. Басынан қоямын. Бірінші команда жауап берсін. Қазір сәл алып қойыңыз, ортасын қайтадан тыңдап. Тимо в комментариях. Номер 4. Представьте, что в семье 5 сестер, и в данный момент каждая из них занята делом. Первая читает книгу, вторая играет в шахматы, третья готовит еду, а четвертая стирает. Чем же занимается пятая сестра? Бірінші команда болып шықсын. Жауап бар ма? Ойнап. Уақытыңыз 30 секунд. Достым. Короче, ана, мен айтайын саған. Жауап айтамыз дейді. Бірінші команда. Ана, екінші сестрасымен шахмат ойнайды. Жаңғы сөз ойнамайды. Екінші команда. Елеспен ойнамайды. Бесінші төрт общественный еркелеп жатыр. Жауап қалай? Эта нерешаемая на первый взгляд загадка очень проста. Пятая сестра играет в шахматы. Так условия задачи главное, что одна из сестер играет в шахматы. Но, разумеется, делает это она не в одиночку. Енді білдім, кез жақын немен айналысатын. Екінші команда дайынбыз ба? Сендерге видео сұрақ. Команда дайынбыз ба? Задача номер 2. На рисунке 3 подружки – Ира, Таня и Галя. С ними кот Мурзик. Посмотри на картинку внимательно и ответь, кто же хозяйка Мурзика. Қазақшасын айтып жібересіз ба? Видеода 3 қыз бар. Олда 3 қыз әкем бар.
ортада бір мысық тұр жалғыз Сол мысықтың хозяйы осы мысықтың егесі кім ойланамыз ба ойланамыз ба жоқ па сурет әшейін берілген жоқ бұл жерде сурет әшейін берілген жоқ жауап па жауап айтамыз бірінші қыз нақты жауап па жоқ қайсысы көрсетейін мама қош бол жауап жауап бірінші команда мама сенікі сәбит не үшін бұл қыз себебі ананың қарап тұрғанның алдында бар екі есім ананың қызғанады кел бірінші команда дұрыс жауапты көрейік дұрыс жауапты көрейік дұрыс жауапты көрейік ортадағы тыныш залда тыныш Мурзик принадлежит Гале, девочке с одним бантом. Второй она отдала. Сен бақытты үйде мысық бар ма дейді или бір бантин қалып кеткен ғой бір жерде бір бантин қалып кетеді бастауында келесі мына сұрақ мына видео сұрақ екінші команда мына видео сұрақ шынымен өмірден алынған тыңдаймыз. Номер 5. Это загадка из реальной жизни. Всем известная компания Nike построила завод по производству кроссовок в Африке, но столкнулась с масштабным воровством на производстве. Какой простой шаг сделали руководители компании, чтобы снизить воровство до нуля? Енді қазақшалап Nike компаниясын білеміз ғой кроссовок шығарады әлемдегі номер 1 деп айтсақ болады. Не үшін Африкада завод салынды? Себебі уақытта жұмыс күші арзан болған үшін кроссовктың бағасын түсіру үшін. Енді Африка халық кедей ғой кроссовкын көргенде қызығады да ұрлай берген. Бір заводтан екі пара шығара берген, әртүрлі формаларды, әртүрлі размердегі шығара берген. Сол ұрлық көбейіп кеткеннен кейін Nike компаниясының егесі әшейін бір простой ғана бір шешім қабылдады. Қымбат тұрады, бірақ шешім қабылдады да соның арқасында бүкіл ұрлық тоқтатты. Қандай шешім қабылдады? Түсінікті ма? Простой, вообще қарапайым простой адам шешімге келді. Бірақ ол шешім қымбат. Идея емес, ақылдасыңдар. Жауап бар ма? Жауап бар ма? Жауап айтамыз. Дұрыстап ойландың ба жауабыңды? Асық па? Емблеманы өзгерсе біз Nike екенін білмейтін едік. Жауап бар ма? Дайын тұрмын. Арзу қазір айтасың, жауап бермесің. Ойлансаңдаршы, өмірлеріне қараңдар. Нөлесіңдер. Асықпаңдар. Ана аяқ киімді көрсек бола ма? Көріп ма? Қойып берейіндер. Міне. Қай жеріңізді қосып оны? Аяқ киімге қатысы, түріне, дизайнына қатысы жоқ оның. Қарапайым шешім, мүлдем қарапайым шешім. Даже біз қарапайым адамдар істейді нәрсе. Қазір азу күте тұр. Жауап бар ма? Уақыт қызыз. Бірінші команда. Nike деген белгіні қойған. Олар да соңындайды. Арзу жауап айтамын дейді. Арзу интернеттен тауып айтпай-ақ қой. Жоқ, жазып. Жаз. Оқып беріңдерші Арзудың жауабын. Оқып беріңдерші. Арзандатқан дейді. Жоқ. Жауап жоқ, дұрыс емес. Дұрыс жауабын таңдаймыз. На самом деле решение этого вопроса простое, но при этом гениальное.
Компания Nike построила в Африке еще один завод. На одном стала выпускать только правые кроссовки, а на другом только левые. Задача номер 4. Yana bir fabrika salındı. Nasıl? Bir fabrika salındı, birini ona kaydıkın, birini sola kaydıkın. Uğurluk azaydı mı? Joyuldu mu? Hoş emeklerimiz. Ben de şartlar Soңғы сұрақ. Бұл жерде физика пәніне қатысты. Ойланамыз. Ауылда жүрген кездеріміз. Мальчики пошли с лейками за водой для поливки огорода. Какой из них принесет больше воды? Ойланамыз. Екі бауырлар ауылда жүр. Мынау лейка білеміз бе не екен? Лейка білеміз бе? Лейка кукуюз. Дұрыс. Осының үлкені болады. Сонымен су алды да үйге апарады. Қайсы суды көп әкеледі дейді. Қайсы лейкада. Ойланамыз асықпай. Ойланамыз асықпай. Ол жерде физика пәні. Көктегі болғанда екеуінің де шалбары көп қой. Ені. Басынан қайық. Задача номер 4. Мальчики пошли с лейками за водой для поливки огорода. Какой из них принесет больше воды? Жауап дайын ба? Жауап дайын ба? Екінші команда. Екеуі де көкте тұрған. Шалбар айтмасын ба? Ne үшін ол көктегі көйлектегі адам? Жоқ, мынау. Көп алып келеді дейсің ба? Сендерде ше? Төбеге, ойбай. Сендерде Sarıda, aday sarıda. Жоқ, сендер айтсаңдар. Определитесь. Ama? Осы көп алып келеді дейсің ба? Бізге анау жеңілді тез көтеріп алып келе береді. Енді дұрыс жауап тыңдаймыз. Жалған жауап бар ма? Жауап береді. Тыңдаймыз. Қандай? өйткені ана шары киген баланың жанында су жақынырақ, ал көктегі баланың жанындағы су Алыста. иә алыста. жоқ Андаймыз. Екеуі бірге барасыз. Жауап тыңдаймыз. Екеуі бірге барса көп алып келеді деген жағын. Ойланам. Тыңдай екен. Тыңдаймыз. Несмотря на то, что у одного из мальчиков лейка больше, носики у них располагаются на одном уровне, выше которого вода в лейке не поднимется. Вспоминаем физику и закон о сообщающихся сосудах. Милаттар. Жауап түсінді ма? Жоқ, дұрыс па, иә, көп. Жоқ, Сәбит аға жауап берді ғой сіздерден. Мен жауап айтып алыңдар. Тыңдап алыңдар. Мен түсіндіріп жіберейін. Сосын сайысамыз. Суны құйған кезде лейкаға су құйылып жатыр. Су көтеріп. Су қай жерден бар? Мына жерден бар ма? Осы мына жерде тұр ғой, ағып кетеді ғой. Енді осы уровеньде мынау су қай жер төбеге бара ма? Жоқ, кішкентай ана лейкасы кішкентай. Қай жерде ағып кетпей ма? Қандай күшпен? Басың күшімен шығарып бересіз ғой. Соның екеуінің литр бірде болады. Екеуі бірде ағып. Жауап түсінді ма? Көлем ауызы бір жер уровеньде. Төмен орналасқан. Екеуі бірде аппаратында ешкім жауап дұрыс емес. Иә, ешкім жауап дұрыс емес. Қошеметтер сұраққа. Үш сұрақты айтып болды. Келесі турға көшейік. Қызық деген сұрақтар. Өмірде кездесетін сұрақтар. Ешқандай ауа не дейді? Қиын емес. Бұларын істеп болды. Келесі. Төртінші кезең. Бұл кезеңде әр топқа экранда әр суреттер көрсетіледі. Өмірде бар суреттер. Көрсетілген суреттердің мағынасын түсініп, бір-біріне байланысын тауып, ортақ сөзді табу керек. Әр табылған сөзге оны пайданы беріледі. Бірінші команда. Не ортақ суретке қараймыз. Басқалар тыныш отырамыз. Екінші команда тыныш отырамыз. Форма. Жауап? Форма. Жауап форма.
Біз не көріп отырмыз? Әр суретте. Формалары бар, әр суретте формасы бар. Форма көріп отырмыз ба? Военный форма, ұшқыштың формасы. Тапсырма түсінікті ғой. Осындай сурет кездескен. Келесі. Не ортақ? Су. Ойланамыз, асықпаймыз. Қазір әр жауапқа минус болса. Суреттің мағынасы бар. Суреттің мағынасы бар. Ойланамыз. істейсің ақста. Ойлансаңдар. Қара екен көріп тұр ғой. Ей? Сендер әр суретті қолданыңдар. Әр суреттің мағынасы бар. Өйткені ширекте болса қарланы аққала қоясыз ғой, мысалы ширекте Аққала. Дұрыс жауап аққала. Қошеметтен. Снега дейді орысшасына. Келесі. Не ортақ? Ойланыңыз. Ей, жауап бермейсіз. Көрермендер. Мысыр емес бана. Ойланыңыз. Тоғыз өмірі бар. Иә, балық іздеп, вискас. Балық, иә, вискас. Дұрыс жауап мысыр. Келесі. Шықты. Мына оңай ма? Ойланыңдар. Ана біріншісіне шықты ма? Бұл жерде зат болмаса да кейбір атауларда шығады. Екінші памперс, үшінші шиш құйтын. Ойла. Атама? Ой. Бірінші команда жауап жоқ болса, екінші команда дайындалып тұрсын. Екінші памперс, үшінші шиш құйтын. Не ол? Шал емес па? Ақсол, жалдан шығып кетесіңдер. Білмей ба? Памперс киетін болса. Топпен келіс. Балы, топпен келіс. Айтсай? Біраз қолданасың. Дұрыс жауап, бір рет. Бір-ақ рет қолданасың. Ой. Не, күнде қолданасыңдар ма? Bir net, anamda bir net, anamda. Күнде қолданасың, бірақ бір-ақ рет қолданасың. Anlarsın. Келесі. Не ортақ? Logika, logika. Жоқ, ойлан, асықпай ойлан. Суретті қара. Суретке қара. Бірінші не істеп жатыр, екінші не істеп жатыр. Много логика бар. Не ананың бәрі? Не істеп жатыр? Не істеп жатыр? Жауап беріп алсын, тыныш. Oynap жатыр şu. Молодец. Ойын. Дұрыс жауап. Ойын. Ойын ба барлығы? Иә. Ортақ. Сонымен бұл Давай, şu. Не ол? жоқ, бұл екінші команда. Бұл екінші команда. Енді екінші команда. Қараймыз суретке. Ақтақ қараймыз. Не ортақ? Ойланыңыз. Кімге көрінбей? Кімге көрінбей? Ал, дұрыс жауап. Алдау. Бірінші суретті толығырақ түсіндіріп айтсаңдаршы, не ол? Біріншіне маска киіп тұр. Бірінші суретті. Маска ойын. Маска ойын адам. Маска? Қандай маска бар? Эмоция қойында несін көрсетеді? Мафия ма? Алғай балда қой. Келесі. Жарайды, келесі. Не ортақ? Қараймыз да жауап береміз, ойланыңыз. Жауап бар ма? Сұрақаны көріңдер ма қалай жүріп жатқан? Уақыт? Сол уақыт. Не? Сағат. Дұрыс жауап сағат. Осы элементтің бәрі бар ма? Бар. Бар. Келесі сұрақ. И она не істеді. Она тоже. Она не істеді. Ана үйе қабат. Топтен келесі жауап береміз. Топтен келесі. Не береміз? Жоқ, асықпай. Топтен келесі. А сен бұларға не бересің? Энергия. Неге подсказка беріп Дұрыс отырсың? жауап қуат. Normal, adem. Қошеметтеп қойып. Келесі сұрақ. Демалыс. Демалыс. Демалу. Қайда? Өзінің аты бар ғой. Майовка. Табиғатқа серуен.
Жауап бере алмаса болды ғой. Ағай мына топ жауап берсін де енді. Аяққа қашансын? Қасқасын бердің ғой? Жарайды, теріс құлақ. Адамдар сабыр етеміз. Қалай адам айтады? Тыныш, тыныш жалға. Жалға тыныш. Öyle yap. Cevap var mı? Cevap. Sen kaydırmış. Естіп алған нәрселерін айта береді екенсіңдер де. Moda. Dürüst cevap moda. Bärimiz modada жүрөбүз iPhone ұстап. Рахмет, екі топқа қошемет беріңіз. Енді жанкүйерлер ортаға шықсын. Екі командаға 3 адамға. 3 адам шықсыншы. 3 адамның жанкүйерлер шықсын. Бірақ бұйылар күшті секіл болсын. Логистика. Болыңдар, уақыттырыз. Өтіп кетсіңдер. Ақсу. Қыздар, жігіттер, болыңдар. Уақыт кетіп отыр. Жанкүйерлер, көрермендер. Шығыңдар. Исмаил. Арон. Бибігүл. Меруерт. Алты баласы. Алты балаларда бесік шықтар ортаға. Жанкүйерлер. Сен шықпай. Сазықы тағып Арон шығасыз? Абзалардан бар 5-ші, 6-ші адам. 6-ші адам Ақжолаға дейді. Меруерт өз қалды ма дейді? Бибігүл шығамай қалды, 6 адам болып қойды ғой. Жақындағы. Ағай? Бірінші командаға сұрақ. Командалар команда мүшелері тыныш отырмыз. Олар өздері жауап береді. Оларда сендерге поддержка болсын. Бірінші сұрақ, бұл жерде логистика сұрақ. Тыңдаймыз. Жақсылап тыңдаңыз. Тыңдаймыз. 1, 2, 3. Бір кісі төсегінде ұйықтай алмай, ары-бері аулай беріпті. Ақыр соңында телефонын алып, біреудің номерін теріп, бірнеше гудоктан кейін тұтқана қойып, ұйықтап қалыпты. Сұрақ, бұған дейін ол неге ұйықтай алмаған? Бірінші командаға сұрақ. Жанып берді. Ақылдасыңдар үшеуі. Бөлініп отырмын әветке. Сұрақ қайталап оқиын. Бір кісі төсегінде ұйықтай алмай, ары-бері аулай беріпті. Ақыр соңында телефонын алып, біреудің нөмірін теріп, бірнеше гудоктан кейін тұтқана қойып, ұйықтап қалыпты. Сұрақ, бұған дейін ол неге ұйықтай алмаған? Ол жерде юмористический деген жауабы қызықты бір жауап. Оқып бересің. Кімнің сұрағын? Екіншіден. Меруерт былай жауап берді. Бұған дейін ол неге ұйықтай алмаған? Кімнің ұйықтағанын десем, анауын дейді. Кімнің ұйықтағанын? Ана кісінің ұйықтағанын звондаған адамға ма? Енді дұрыс жауап тыңдайық. Дуалдың ар жағында көршісі қатты қорлаған және қоңыраудан ол оянып кеткен. Айттым ғой, юмористический жауап. Екінші сұрақ. Күзетшінің түсіне, тыңдаймыз, бұл да қызық. Күзетшінің түсіне магазинге ұрылардың кіргені кіріпті. Ол көргенінің бәрін бастығына айтып беріпті. Бастығы рахмет деп күзетшіні жұмыстан шығарып жіберіпті. Бастық күзетшіні не үшін жұмыстан шығарып жіберіпті? Айтып басынан оқиын. Шықпадың ба жаңа? ұйықтап қалған үшін бе? Молодец. Жұмыс уақытында ұйықтағаны үшін ол жұмыстан шығарып жіберіпті. Қошемет беріңіз. Көл бетінде 6 үйрек жүзіп жүрді. Аңшы біреуін мылтықпен атып тастады. Көл бетінде неше үйрек қалды?
Ойланамыз асықпай. Ағалмайды ғой көрді. Сосын алты оған деп. Алышы үйректен аталады мылтықпен. Үйрек жүзіп жүр ме енді? Алышы аталмайды көлде. Ені? Көл бетінде 6 үйрек жүзіп жүрді. Алышы біреуін мылтықпен атып тастады. Көл бетінде неше үйрек қалды? Жоқ. Қалған жоқ. Дұрыс жауап. Жауабы 0. Қалғандар біреу өлді, қалғандар ұшып кетті. Біреу өлген қалған ұшып кетті ме атқан екен? Жауап дұрыс, қошеметтеңіз. Бірінші топ отыра беріңдер. Екінші топ. Жамал берсін. Берсін, отыр. Екінші команда. Ерлан ауруханада 3 күн жатты. Ол ауырмаған және жарақат алмаған. Бірақ ауруханадан шығарған кезде өзі жүре алмады. Оны көтеріп алысуға тура келді. Бірақ не үшін? Ойлан, бір-біріне ақылдас. Ерлан ауруханада 3 күн жатты. Бірақ ауырмаған. Ол ауырмаған, жарақат алмаған. Бірақ ауруханадан шығарған кезде өзі жүре алмады. Оны көтеріп алысуға тура келді. Көтеріп алып кетті үйіне. Не үшін? Өте ой сұрақ. Аяғы. Аяғы жоқ. Онда ойда емес. Ағай залдан көмек бола ма? Позитив. Ол ауырмаған, ешқандай естіме ол. Нормально жатам ол. Бөбе ғой бөбе. Молодец. Ол ешкім дейгенде жауап түсінді ме? Бөбе ғой. Бір жүргізуші жұмысқа бара жатқанда қасында жүргізуші куәлігі болмады. Права болмады. Сонымен қатар ол тоқтауға болмайды деген белгіге тоқтады. Қауіпсіздік белбеуін тақпай бір бағытта көшеден ері бағытта жүрді. Жол полициясы қызметкер оны көрді, бірақ оны тоқтатпады. Айыппұлды салған жоқ. Не үшін? Ремень тақпаған. Бір жүргізуші жұмысқа бара жатқанда қасында жүргізуші куәлігі болмады. Сонымен қатар ол тоқтауға болмайтын деген белгіге тоқтады. Молодец. Жауап дұрыс. Себебі жүргізуші сол күні жұмысқа жаяу барды. Түсінікті ме жауап? Бастаңыз сөйлеуге ұқпақа бересіңдер. Ішіп алған жігіт үйіне кетіп бара жатты. Ол шамдармен мүлдем жарқылмаған көшеде еді. Фонар жоқ көшеде, жарық жоқ жерде өтіп барып келеді. Ай сәулесі де жоқ, түспей тұрған жерде еді. Жігіттің үстінде қара плащ, қара шалбар, қара шляпа мен аяқ киім бар еді. Ал артынан қатты жылдамдықпен бір машина фарлары өшірілген машина байқамады. Бірақ жүргізуші оны машина яғни шофер жаңағы адамды байқап оны айналып өтті. Сұрақ: жүргізуші фарлары өшік, шамдары өшік көшеде жаяу кісіні қалай байқады? Молодец, жауап дұрыс. Күндіз күні болған нәрсе. Рахмет, қошеметтеп қойыңдар. Жастарым милар тегімен жұмыс істейді. Тағы да бір қошеметтеп қойыңдар. Біздің сонымен соңғы турымызға келдік. Жаңағы сұрақты. Соңғы турымыз біздер суреттер сөйлейді. Бұл сөзді біз қалай түсінеміз? Суреттер сөйлейді деген. Екі команда жауап беріңдерші. Сурет арқылы. Түсінуге болады. Мағынасын ашуға болады. Сонымен кезеңнің несін тыңдайық. Экранда, бірінші команда қойылып, экранда әртүрлі мағынада келетін суреттер көрсетіледі. Суреттердің түбінде жатқан мағынасын терең ашып түсіндіру керек. Әр ашылған суретке 20 ұпайдан беріледі. Әр топқа 15 сурет беріледі. 15 сурет әр топқа. Бірінші командадан бастаймыз. Бірінші команда. Мұқият. Свет өшіре салайық. Экран, свет өшіреміз. Экран қараңыз, суретті дұрыстап ойлап, терең ой салып. Егер көрінмесе жақындап қараңыз, көрінмесе.
Ерболат көзі жақындап. Не екен, Ерболат қарап тұршы. Суретке қарап мағынасы Жақындап көрсін. мағынасы ашамыз. Жоқ, жақындап көрші. Екі топта дайындала берсін. Дұрыстап қараңыз. Екі уақытта жан-жағында ағаштар кесілген. Ар жағында завод болып жатыр да. Иә, ашып айтамыз. Яғни сол бұған ағаштар Дұрыс, адамдарға ақыл айту керек па? Жоқ, түсіндіріп мағынасын. Айта бер бақыт. Коронавирус. коронавирус емес мәселеде табиғат мысалы ағашты кесіп адамдарға парақ қылып яғни ағаштан пара жасалады ғой мысалға сол парақты жасау үшін ағашты кесу керек болады сол ағашты кесіп тастағандықтан мен ана адамға денсаулық керек таза ауа қажет та таза ауа табиғаттан келеді мысалға табиғаттан келеді да мысалы табиғат жоқ ағашты кесіп тастады ғой Жауап қабылдана ма? Қабылданады екен. Келесі сурет. Бірінші команда. Табиғат аялаққа келіп ол неге келеді жаңағы сурет айтсай табиғатты яғни Ағаштарға, табиғатқа қиянат жасамайды деп тұр. Ербол суретке қарап дайындаламыз. Бірінші команда қойған сурет. мынаны табыңдар енді Ау? Жина. мына екеуі не мағына біледі деп Көрмесе жақындап көреміз суретті. біреуінің қолы бар біреуі біреуінде аяғы жоқ біреуінде қолы бар Дина. Барды бағала деген сақылды, қолыңға барып бағала. Ағай, Екінші команда. қолы жоқ болса жұмыс істеп еңбектен анау аяғы Барды өз шешім қабылдайды. қолы бар Дұрыс жауап дұрыс. Қошеметтер. Бірінші команда. Келесі сурет. шайтан мен періштенің адамның Қалай арбайсың? жақсы жолын көрсетіп жатса ал шайтан жаман жаққа жолын көрсетіп жатыр ал адам өзіне байланысты қай жолды таңдау керек Жауап қабылдана ма? жаман болса Келесі сурет. Ал, міне. еңбек етсең ермек Дұрыс. еңбектене берсең өзің нәтижесін жемісін көресің да ал еріне беріп мысалы жұмыс жасамай отыра берсең Қайсы бір сондай істеп отыр? бірінші адам дым істемейді ерні қойып Еңбек етсең ермей өзін артқа тартады да ал екінші адам еңбек етіп Мен қосып отыр. миын қосып Еңбек етсең емерсің. Қошеметтер. миын қосып Сурет мағылмайды. Қазіргі балдар, бұрынғы балдар, далада доппен ойнаған, футбол ойнаған, қазіргі балдар телефонда отырып уже сырттағы ойын қызық емес тек үй телефон, үй ғана қызық. не дейді ойын қызық қой енді виртуалды ойын қазіргі Жадыроқтарға қатысты ғой. виртуалды ойынға иә виртуалды келесі Келесі сурет бізде. Суретке қарасаң біледі. Ал мағыналы сурет. Ашамыз мағынасын. Дұрыстап қараймыз. Медиктің қолындағы адамның өмірі ма? Дұрыстап қараймыз. Әрбір элементке дұрыстап қараймыз. Арасында санау. адам Ақша адам өмірінен де қымбат. Жоқ, ондай мағына. Жауап бар ма? ана жерге жатқан не ол ақша ғой Сығып атыр ғой адамды бүйтіп. Жауап бар ма? Екінші команда. Жауап бар ма? Айт. Жауап өзім айтамын онда. Жауап жоқ айтамын. Бізде бар. Қандай? Микрофон айтамыз. айта беріңізші. Айта берші. Ол адамның емдемейді бірақ ақшасын алады деген сияқты. қазір өмірде бәрі ақшаға байланысты ғой Жоқ, емдемейді бірақ ақшасын алуды біледі деген сияқты. Сығып алуды біледі. Сығып алуды біледі, иә. Келесі сұрақ. жобалап келдіңіздер Келесі сұрақ бірінші команда. Жақсы. қазір кім үйдің астында тұрған әйел адам
Ana uyni jaqda yer adam. Hozir ayol adam misol otbasin ko'tarib Qancha jarni bor deb. Ala erkekler şimdi. Al ketdi. Kelesi surat. Tez жылдам жылдам. Екінші команда бар. Үш адам bir көзі. Английский сөзге мән бермей ақ қойыңдар, бірақ бір қандай мәселе шешіп отыр бұлар. Үшеуі бір ағашты Бірге көтерген жүгжені. Жұмыла көтерген жүгжені дейді. Имамын ашып жатыр. бірлік болмайтын. Екіншісін былай тартса. Былай тартса былай жетпей ма? Жұмыс тіркеліп Qaysi? келесі. Мынау қазіргі отырған жағдайға байланысты ғой. Ал не? Ақша адам көзін байлайды деген заман қазір ақша беріп қойсаң любой адам андай сол адам ақша берген адам. Қылмыс жағын ақша берсе көтеріп қояды да. Таразы. Бишімбаев дейсіз ғой. Шемборлық қылып жүрді. Қара ұстап тұр ғой. Сатушы ғой. Судья. Сот орындаушыға. Ана айтып жатыр ғой. Ақша берсе таразын көтеріп жібереді, қылмыс жағын басып неместеп жібереді. Жабат дейсіз, короче. Келесі сурет. Да, ойын қанамайды. Маскасын жуып жатыр жүзіне. Ұстап қараймыз суретке. Аш бала, тоқ баламен ойнайды. Жақындап көрсін. Ішінде бала компьютер ойнап Аш бала, тоқ баламен. Ана екінші баланың қолы не тұр? Бұл сурет карантин кезінде өте қатты болды. Қатты күшейді. Аш бала, тоқ баламен ойнамайды. Аузы бар. Аш бала, тоқ баламен ойнамайды деген сияқты. Аш бала тоқпаумен ойнамайды. Яғни өзі Онлайн кезде компьютер жоқ, ұқиямай қалды ғой, бәрі ана шалбарын жабап қойған. андай ма? Дәптермен ұшқа ұстап тұр ғой бала, иә? Иә, андай ғой, бар жағдаймен өзі андай. Барлар оқыған компьютер. Жоғарыдан шалбарын несін алсын? Иә, кедей бала ғой. Екінші команда. Аш бала тоқпаумен ойнайды. Жарай. Кедей бала. Ана баланың Кедей бала, ана компьютер бар. Ей, дәптер ұстап тұрмайсың. Андай ғой. Жазалық қылып жүрді. Қалай айтсам болады? Жауап тыңдайық. Кезінде. Жауап тыңдайды. Қарапайым баланың үйде компьютер бар, сабақ оқып отыр. Ешқысы жоқ бала, ертең сабақ оқығаннан үйреніп жатыр. Далада өскен бала. Шалбарына қарасana шалбар. Онлайн ба? Онлайн. Сұрақ. Білім. Мысалы, адамның ой санасы қазір немен виртуалды телефон жарына кіріп кеткендіктен кітап, мысалға, кітап жағын шынайда, ол уже кітап адамның миында жоқ болса, бәрі телефон арқылы білім алып жатыр. Біз кітаппен арқылы білім алып едік қой. Келесі. Мына сурет. Наушы? Бас-басына дейін. Адам әркім өзін ойлап қалған. Иә, тереңдет сол. Қара басын ойлайтын адамдар болады. Ойлап тамағын тұрып басын адамды ойлайды. Келесі. Мына Мына сурет болмайды маған, вообще керек. Мынау не? Ата-анасын бақпайды, өзін ата-анасына көріп бұны бағады. Жоқ, керісі маған да көрсеткен болса. Максимум боласың. Қанша үлкейсеңде ата-анаңа бала қыласың. Мына мен бір сөз айтайын, мамин есім өшік деген не ол? Келесі. Алып жатыр, алысып жатыр. Темекі шегетіндегі Тәуелділік. Темекі шегетіндерден сұяқтар, залдарда. Мына адам Өз денсаулығына өзі свете сияқты істеп тұр.
естіп жатыр ма? Өз денсаулығына өз зиян келтіріп жатыр. Қысқарып жатыр. Өмірі қысқарып жатыр. Молодец. Қошемет. Бәрі соңғы сөйле. Аналар үшін. Ана жерде сөзді қарасаңдар. Мамалар үшін. Always mom дейді. Су. Анау үлкен балық, анау қасындағы майда балықтар. Mom is always mom дейді. Анасы. Қиындықта тастамайды деген ғой. Бірінші команда қошемет. Екінші команда. Екінші команда. Екінші команда. Сәбит білесің сен мынаны. Сәбит. Қорчықны ашып қоймайсың да. Айтамыз. Мен сабақтар айтады. Үнемі сабақта айтамын осы сөзді. Мен білемін. Күрек берме, тамақ берме, балық берме, қармақ бер деген сөз. Жоқ. Жоқ, Аллахтан сұрап отыр ғой. Аллахтан сұрап отыр. Әрекет. Сенен әрекет, менен берекет. Оны не? Келесі Мына, келесі сөйле. Бұрын заманда. Кесі жауап бер. Бұрынғы заман, Үйрекке мағынасы өші. Бұрынғы мұғалімді сыйлаған. Қазір болса қоған оқыс. Келесі. Міне, осы суретті ғой, керемет ғой. Абай, бізді интернет біздің миымызды улап жатыр. Мен айтамын, хамелеон деп айтсам ғой. әр сайтта әрқандай андай болады ғой. Өзгеріс болып жатыр. Не өзгеріс? Жаңашылдық. Эмоция, әр нәрсе. Без ауысады. Бір жерде жылап Келесі, осы суретті маған күшті ұнайды. Күнде осы жүреміз біз. Сөйтіп өздері шаршайды. Ана, қарасаң сурет. Әр қалмаса не шығады? Кім құйып? Мұғалім. Мұғалімді бір күн өшіп қалған күн ба? Сонымен тоже кімді сыйлаймыз? Рахмет. Мынау. ұстаздық еткен жалпы. Үйретуге өзің етегіне жамап киім беріп жатыр ғой. Бірлік түбі береке. Балам кезіндегі анам махаббаты ғой енді. Тұрар, ақылдассай анан толығымен шапқылай берген жынды адам ғой. Келесі. Айқайлай берген емес. Келесі. Не ғой? Сурп тауатыр ғой. Ені сүріп тауатыр. Ақшаны тиініп жатыр. Ең астында халықтың болау. Қолдары қарасын. Дұрыс, бағарыз, ден қоры. Мына суретті маған ұнайды. Әлем адамдардың зардап шегіп жатыр. Кім жауап еді? Әлем осы сурет сендерге арналған. Адам екімен энергия алады. Албасала айтсай тұрар енді. Ғалат көз сақтаймыз. Жата бер. Демалғанда күшінаймыз. Телефон естіп отыр, кітапты. Жастардың немесін Төменгі адамды өлтіріп отыр. Денсаулыққа зиян келіп жатыр. Телегімен ұстан ау.
Қол жатыр басында. Демек өмір қысқартады. iPhone 4-ге арналған. Баяғы телефонда Масалам, есімдеушілік қол жерде, бұрынғы телефондар. Сосын Қандай қазір жаңа телефонда жаңа банктен кредитке ала береді. бірақ айтады. қалай айтсам болады? Бұрын біз Nokia сатық. Қазір жайлап бүйтіп дамып жатыр ғой. iPhone-ға көшеміз. дұрыс қой тұрады екен дұрыс қой. Новый телефонды новый, бірақ нақты новый шықса, Оны қолы толады. Тастап жатыр. Тұрады. В общем, адамда неме жоқ, қанағаттылық жоқ. иә, мынау. Уақыт айланып жатыр. Бір күн қайталанып жатыр. Бір күн қайталанып жатыр деген сөз ғой. Уақыт тоқтап қалған. Басы ауыр болады, аяқ жағы жеңіл болады. Ей жарайсыз. Мынау шыққан кезде ауыр. Түскен кезде жеңіл. иә, келесі. Мына осы керемет акцияны ұнатамын. Қазір бұна. Не көріп тұрсың? Екеуі де бір аяқ киім. Екеуі де бір аяқ киім. Сосын. Қымбат ғой. Мына алдау ғой. Иә, алдау. Қандай алдау? бағасы скидкада акция деп Адамды қызықтырып жатыр ғой. Қараңдар, сендерге 100 теңгеден сатып жатыр, алмайсыңдар. Скидкамен десе жүгіресің. 100 теңгеден тұрып, мына жерге мына өткен жазып қойса сен аласың. Маркетинг. Насың? Біреуге орғазбай өзін яғни біреуге жаманда жасасаң Болды ғой, және де жауап беріп отырсың. біз әлі жауап беріп болған Жато, бағана да жауап беріп қойғансыңдар солай. Тыныш, тыныш. Жауап қалайсың? Сонымен? Өмірде қалай болады? Өмірде қалай? Біреуге болды, рахмет. Қошемет беріңіз. Сонымен суреттер сөйлемеген сөйтіп, бағанасы бар ма екен? Күнде осындай суреттерді көріп olsаңдар, өркен серьезно болып кетесіңдер. Сол үшін теңесіңдер. Сонымен уақытымыз аяқталды. Әрбір қаздар аптасының сөзінің керегізін берейік. Қайсы топтың жеңіп шықты. Сендер шаршаған сияқтысыңдар. Бірақ пайдалы болды деп мен ойлаймын. Шаршаған әлем болды. Залдың жарысы шығып кетті. Қашан шығып көрген дейміз, аяқта кіріп кеткіз ғой. Сонымен келесі бізде іс-шара среда күні болады. Осындай бұдан да қызық болады. Балатыға жүргіздер. Болды. Иә, бұл есептеп қойдық оны. Көзбен көріп, неменен бәрі де сезіп отыр ғой. Кім бізге айтып береді? Бұл жерде Айнагүл Қойшыбаева айтып береді екен. ал Балжан, мен осы жерде тұра берейін енді. Мына жердің бәрі тығыз болып кетті. Біріншіден апталықтың басталуымен құттықтаймын. Рахмет. Білімдерін шыңдала берсін. Неше апта бір апта өтті, бұл апта келесі апта. Бұның өзі білімімізді шыңдаймыз. Солай ғой, иә? Өзімізге жақсы көптеген мағлұматтар аламыз. Енді жақсы сайыс болды деп ойлаймын мына жерде. Бірақ кішкене бір-бірімізді тыңдап, не қылуымыз керек, ол шулап кетті. Ол тартыста жақсы шығар. Енді байқасақ көп жерде бір-бірімізбен сай түсіп келе жатырмыз, сай түстік та, былайша айтқанда. Бірақ бір жерде сендер үлкен ұтылыс жасадыңдар. Үлкен ұтылыс жасадыңдар, ол үшінші неде? Үшінші кезеңде. 0 болдыңдар сендер. Иә? 0 болдыңдар. Сонымен құладыңдар. Одан кейінгі сайыстар шамалы сендер өз болар түскенмен бәр бұл сол жердегі үшінші кезеңдегі сайыс бұларды көтерді. Негізі байқасаңдар, бұл топ более дұрыстау жауап берді. Сендер жоқ, тұрарға қарамады, қайта тұрар алып шықты сендердің барлықтарын. Тұрар алып шықты сендердің барлықтарын. На допты бақытты Милат алып шықты. Және де бұл жерде сендерге осы балдың кішкене де болса оларға ілесуіне Нышанғалидың көмегі көп болды. Сондықтан тартыс бар жерде. Жеңіс бар. Алға ұмтылу бар. Бір-бірімізден бәсекелестік бар. Бәсекелестік бар жерде. Мотивация. Сондықтан да тек қана алға
Бүркіт тобы. Бірінші. Келесі кездескенше Ой, шіркін, мына жердегі айфонның бәрі кімдікі? Жетік айфонда Al.